сампомен. Любой үйде да, мен сендерге айтайын. Любой үйде ұрыс болады да, базар жоқ, ұрыс болады. Бізде күнде төбелес ғой, күнде төбелес. Мен шаршап кеттім төбелестен. Мен тұрмайым омен, болды, тұрмайым. Мен өйтіп жыныма тие бермеңдер, болды. Балам қалды, балам қалса да қайтпайым артқа. Қайтпайым артқа, болды. Осылай сүрем өмірді, осылай алға қарай жүрем. Онсызда 45-ке келдім мен сол итпен төбелес. 45-ке келдім, болды, мен төбелесетін күшім жоқ болды, все, шаршадым мен. Онсызда мен ажырасып кеткен адаммын. 2016 жылы ажырасқам мен. Заңды түрде ажырасқам 2016 жылы. Болды. Екі мың 16 жылы ажырастым, қолымнан келгенше тұрдым. Мен де жынды емеспін ғой, бала шағам бар. Қолымнан келгенше өмір сүрдім. Өмір сұрамаса мен кінәлімін ба енді? Бірдеңе болса өмір қатын жаман дейсіңдер. Өмір мені жамандап шығасыңдар, тұмар жаман деп. Сендер өздерің ойлаңдаршы. Мен 1,5 жылдың ішінде сендер менің жанымнан бір еркек көрдіңдер ма? Бір еркек көрдіңдер ма менің жанымнан? Осы 1,5 жылдың ішінде бір еркек көрдіңдер ма жанынан? Не болмаса менің ішіп жүргенімді көрдіңдер ма? Айт! 1,5 жылда менің ішіп жүргенімді көрдіңдер ма? 1,5 жылда менің ішіп жүргенімді, мал болып құлап ішіп жүргенімді көрдің ба? Айттым ғой мен сендерге. Жаныма тие берме, жүрегім ауырып жүр. Маған қазір оңай емес, түнде де ұйықтамаймын мен. Сампомен кездестім ғой, сампо. Достар, былай ғой, мен сампомен как коллектив ретінде кездестім. Төбеде Алла тұр ғой, сендердің алдарыңнан ақталмаймын мен. Сампо как коллектив. Қасымызда ару болды, американ бой болды, тағы 2 бала, 6 адам боп, Арбатта жүрдік, Мегаға бардық. Мегаға барып, лаваш алдық, одан кейін кафеге бардық. 6 адам боп жүрдік қой, 6 адам боп. Арудың үйіне қондым. Арудың өзінің інісі бар екен, бірге тұратын. Бір бөлмеде тұрады екен. 9-шы этаж ба, 12-ші этаж ба, сондай бір биік этажда тұрады екен. Інім бар деді, інісі болса да Арудың үйіне барып қондым, інісі бар екен. Түнімен тикток жүргізді інісі. Інісі екеуі ғана тұрады екен. Інісі болса да Арудың үйіне қондым. Ару маған қонба деген жоқ қой. Ару өзі әпше біздің үйге қоныңыз деді. Сосын барып Арудың үйіне қондым. Ертесіне қайттым. Нелерің бар, мен сампомен кездессем, как інім ретінде, бауырым ретінде, әрі мынау тиктокта коллективім ретінде кездестім. Сол ана айналдырғанын айтып атсыңдар ма, бүйтіп айналдырғанын? Мен артқарап тұрған кезде ол көтеріп алып айналдырды. Оған не керек, ол сампоға қайып керек? Мен оны көтерет деп ойлаған жоқпын. Мені көтерет деп ойласам, шамал етегімді, көтімді жабатын ем ғой, көтеретін білгенімде. Мен артқарап тұрған кезде көтеріп алып айналдырды. Оған қайып керек қой, сампоға қайып керек қой. Алатта оны сала берет. Сампо 22-де ғой, 22-де бала не істеймін? Көтіме сүртем ба? Сүртуге де келмейді ғой, сорлы. 22-дегі бала, мен қызымнан да кішкентай ғой, қышмаңдай. Сүртуге де келмейді, келесіңдер де маған 22-дегі баланы жабыстыра бересіңдер. Сәмпөше. Сампо бұлай, сендерге айтайын. Сампо қазір сендер эфирде құтырып отыр ғой, құтырып отыр сампода. Бірақ өмірде, кәдімгідей адекватный адам, как менің бауырым ретінде күтті мені. Бауырым ретінде, інім ретінде күтті мені. Маған бір люблю, ана мынау деген сөз айтқан жоқ ол. Қатыра бересіңдерші. Менің таксиімді төлеп жіберді.
бір күтіп алғаным болсын тұмар сізді деді. Тұмар әпше деп, сөзіне қарасаңдаршы, тұмар демейді ғой ол. Тұмар әпше деп сөйлейді. Как мені інім ретінде күтті ол. Қоймайсыңдар келіп алып сампо деп. Сампоға жабыстырып мені. Кәсе маған бар ғой, мен ақталып атқан жоқпын, мен сендерге ақталатын адам да емеспін. Надо будет ақталмаймын да. Не үшін ақталамын мен? Просто сендер менің жыныма тиіп кетесіңдер. Сампо екінші рет шақырды мені. Екінші рет мен Астанадамын деген алдында. Қайқа көштің Тұмар деді, Астанадамын деді. Ол Астанаға біз Аңсар екеуміз келдік деді. Мен қайықта тұрасың деді, левей берік деді. Мен өтірік айттым ол кезде. Ол айтты маған, мен правый берікте тұрып жатырмын деді. Сен левейден шық деді. Мен правыйдан шығам. Сөйтіп Атырауский мостың үстінде екеуміз Титаник құсап түсейік деді. Титаникте қыз бен жігітті білесіңдер ма? Титаникте қанатын жайып сөйтіп контент түсірейік жарамыз деді. Сөйтіп мен Астанада болсам да, как досым ретінде шығар едім. Бірақ айналайын, мен Астанада емеспін ғой, әшейін оған алдаған мен Астанадамын деп. Мен Түркістанда тұрып жатырмын. Сөйтіп ол маған WhatsApp-тан шығады. Тұмар қайдасың дейді ғой, неғып? Тұмар не болды? Бір контент түсіруге келмейсің ба? Бір контент түсіреміз дейді. Сол мостың үстінде бір Титаниктегідей тұрамыз дейді бүйтіп. Мен айтам да, мен Түркістандамын десем, на өтірік айтасың, сен маған келмей жатсың, на өтірік айтасың. Сөйтіп амал жоқ Түркістанды көрсеттім ше, WhatsApp-пен шығып, мен Түркістандамын, әшейін сені алдадым деп. Егер де менде бір чуть-чуть сезім болса, мен баратын едім. Одан кейін Алматыға да шақырып жатыр ғой. Тұмар келсе, жолыңды көтерем, кеш, тамағыңды жолыңды көтерем, Алматыға кеш деп жатыр. Менде бір сезім болса, бір чуть-чуть сезім болса, барам ғой мен Алматыға. Жоқ қой, менде сезім жоқ қой. Адамды күйдіріп өлтіресіңдер ше, сезім жоқ қой, менде сезім жоқ қой. 22-дегі балаға мен қандай сезімім ашылады, соншалықты дура емес шығарым, мен соншалықты 22-дегі балаға сүйіп қалдым, ойбай, қуып қалдым, сүйіп қалдым. Сампо, сен болмаса өмір сұрамайын деп. Просто мен қудырта берем тиктокқа, для тикток қудырта берем ше. Егер де сезім болса, баратын ем ғой мен Алматыға. Миллион рет шақырды ғой. Жоқ қой, сезім жоқ қой.